Баяғыда бір таудың етегінде кішкентай ауыл өмір сүріпті. Бұл ауылда адамдар еңбекқор, мейірімді болғанымен бір-біріне әділ қарауды жиі ұмытып кетеді екен. Бір күні ауылға ақ сақалды дана қарт келіп, адам баласы әділдік пен жауапкершілікті ұмытса, қоғам өз тамырынан айырылады деп кетіпті. Арада көп жыл өткен соң, сол ауылда Таңшолпан деген қыз дүниеге келеді. Ол кішкентайынан адал, шыншыл әрі еңбек сүйгіш болып өседі. Әкесі ұстаханада темір соғатын шебер, шешесі ауыл мектебінде мұғалім екен. Бір күні ауыл шетінде үлкен дау туады. Ауылдың шөбі мен суын бөлісу кезінде кейбір байлар әлсіздердің үлесін тартып алыпты. Кедейлер әділдік іздеп ауыл басшысына барса, ол да байлардың сөзін сөйлепті. Сонда Таңшолпан, егер бәріміз өз ісімізге жауапты болсақ, ешкім ешкімнің үлесін тартып алмас еді дейді. Бірақ оның сөзін ешкім тыңдамайды. Сонда ол әділдік іздеп ауыл сыртындағы ескі үңгірде тұратын ақылды таразы кемпірге жол тартады. Аңыз бойынша бұл кемпір кімнің ісі дұрыс, кімнің ойы бұрыс екен таразылап, шындықты айтатын көрінеді. Таңшолпан ұзақ жол жүріп үңгірге жетеді. Іште алтыннан жасалған тараз тұр екен. Кемпір оған қарап былай дейді: бұл таразының бір басына шындықты, екіншісіне жалғандықты салсаң, әділдік жеңіп шығады дейді. Қыз ауылға оралып, халықты жинап, бар шындықты таразыға салады. Байлардың айласы мен өтірігі бір жақта, шындық пен еңбек екінші жақта тұрады. Сол сәтте таразы әділдіктің жағына ауысып, жалғандықты басып тастайды. Халық шындықтың жеңгенін көріп қуанады. Байлар өз кінәсін мойындап, әлсіздерге үлесін қайтарады. Сол күннен бастап ауылда бір заң қалыптасады: әркім өз ісіне жауап берсін, әр іс әділдікпен өлшенсін. Жылдар өтіп, Таңшолпан ауыл басшысы болады. Ол ешкімге бұра тартпай, бәріне тең қарайды. Ауыл гүлденіп, адамдар бір-біріне сеніммен қарай бастайды. Күндердің бір күнінде Таңшолпан ескі таразыны тау басына апарып қойыпты. Бұл әділдік символы болсын деп. Сол таразы қазірде күн нұрына шағылысып, ауыл үстінде жырқап тұр дейді. Ал ауыл адамдары бір-біріне қарағанда сол таразыны есіне алады. Әділ болу батылдық, жауапты болу адамдық деп айтып жүреді екен.